Сурагым Камару Усманга. Камару, сен бул жекпе-жекти кыска мерзимде кабылдасаң да, азыркы убакытта адамдар сенин тизеңде жаракат бары тууралуу айтып жатыр. Мен кеше чыккан видео тууралуу айтып турмун. Сен бул тууралуу маалимдеме жасап эдиң, бирок кээ бир адамдар билмейтин сыяктуу. Сенде баары дурус кой, солайбы? Менде баары дурус. Негизи өсөк деген осулай тарайт экен го. Бир адам солай айтады, көпчүлүк ары карай таратып жиберет. Мындай жагдайда баардыгы доктор болуп кетет го. Менин тиземде эч кандай жаракат жок. Сол тизени сенбе күнү колдонамын. Кеше Хамзаттын айтуунча, ол өзүнүн iPhone'нун жаңа версиясы, ал сени эскиси деди. Бул салыштыруу сага кандай да бир әсер этеби? Бул тууралуу эмне айтасың? Ол мыкты жигит, жакшы күрөшөдү жана керемет төбөлө салады. Бирок мен кеше айткандай, iPhone'нун жаңа версиясы болсун, эскиси болсун, баары бир экөөңмен де телефон чала аласың. Бирок жаңа модели калтаңа сыймай калышы мүмкүн. Камару, өзүңө төнүп келе жаткан бул сурапыл дабылга калай төтөп берем деп ойлойсуң? Билесиздерми, октагонда менин эрик жигерим менен онун эрик жигери бири-бирине каршы келет. Шон Стрикленд айткандай, биз октагонда бири-бирибиз менен нагыз эркекче билейбиз. Менин күч жигерим онун күч жигерине каршы келет. Көрөбүз ким биринчи берилер экен. Бул жерге эч ким бийлөө үчүн келген жок. Мен бирөөдүн чарбасын бүтүрүү үчүн келдим. Айырмачылык кайда жатыр? Мен тордо билемеймин, карсылашымдын канын ичемин. Мен ол жерге сенин мурдуңду бет кылуу үчүн киремин. Айбетпе. Хамзат, әуелі сен Пауло Костамен төбелесуң керек еді. Енді Камару Усманды одан көрі қиын қарсылас деп ойлайсың ба? Маған бәрібір, қиын ба, оңай ма, мен бұл жерге тек жеңіс үшін келдім. Бұл жігіттің шаруасын бітірем де, ақшамды алып әрі қарай бақытты өмірімді сүріп кете беремін. Хамзат, сен өз спорттық мансабыңның әлі басындасың. Егер Камару Усманды жеңсең, өзіңді мықтылардың қатарынанмын деп санайсың ба? Қалай? Усманды жеңсең, сен туралы айтылып жүрген сөздерге лайықтымын деп санайсың ба өзіңді? Мен онсыз да мықтымын. Сурагым Камару Усманга. Хамзат кеше таулык күрөш стили американдык күрөш стилине мыкты деди. Эгер жекпе-жек ыргагы баары бир күрөскө алып баратын болсо, Хамзаттан не күтөсүң? Енді тыңдаңдар, біз тек күрөспейміз, біз төбелесеміз. Сондықтан қандай күрес екені маңызды емес. Таулық па, швециялық па, білмедім. Мүмкін мен керемет күрес алмайтын шығармын, мүмкін мен керемет төбелесе алмайтын да шығармын. Бірақ октагонда біз бұлардың барлығын араластырамыз, сондықтан бұл жағынан мен мықтымын. Сондықтан сенде жеңіліс бар ғой. Қанша жеңілісің бар, 2 ма, 3 па, нақты есімде жоқ. Сондықтан не? Егер сен мықты болсаң, неге жеңіліп қалдың? Соңғы 2 жекпе-жекте сен жеңілдің ғой. Мен саған қарапайым сұрақ қойып отырмын, бауырым. Тағдыр солай шығар, бірақ саған бұл сабақты үйретемін. Сондықтан бұл сенің мықты екеніңді білдірмейді. Менің айтайын дегенім, егер сен мықтылардың бірі болсаң, не үшін жеңіліп қалдың? Қалай жеңіліп қаласың? Дұрыс айтасың, білесің бе, бұл өмір ғой, барлығы болуы мүмкін. Бірақ бұл сабақты мен саған үйретуіме тура келетін сияқты. Сен мықты жауынгерсің, бірақ менің деңгейімде емессің, бауырым. Ескіріп кеткен сабағыңды үйретпей ақ қой, маған ешкім ештеңе үйрете алмайды. Түсінікті, бұл сенің ойың. Сен біреуді жаттықтырсашы, бұл сен үшін әлдеқайда жақсы, денсаулығыңа зиян келмейді. Мүмкін бапкерлік мансабыңды бастап кетерсің, бұл сен үшін әлдеқайда пайдалы. Дэна, бұл сұрақ саған қатысты. Енді Пауло Костаның болашағы туралы не айтасың? Ол сасық туралы сұрақ қоймай-ақ қой. Ол жігіт үйіне қайтып кеткен. Бұтына жіберіп қойды ол. Пауло Коста туралы не сұрадың? Костаны мұнда алып келіңдер, мен көтін айырып тастайын. Тыңдаңыздар, мен сіздерге былай жауап берейін. Енді Хамзат үшін бұл сұрақ жағымды деп ойламаймын. Әрине, Пауло Коста соңына дейін бара алмады, бірақ ол шынымен де жарақат алып қалды. Бізге шындықты айтпайсың ба, ол шынымен де іш киімін былғап алды ғой. Жоқ, ол шынымен де жарақат алып қалды. Шынтағына операция жасатқаны рас. Ол 4 аяқтап менен қашып жүр. Тыңдаңыздар, бұл шындық. Егер өтірік болса, мен сіздерге бірінші жеткізер едім. Ол жігіттің денсаулығында аздап мәселелер туындағаны рас, бірақ енді білемін Хамзат үшін бұл жағымсыз жауап екенін. Бірақ бұл шындық.